kayser yerlere. Bizler vap korgandan gol, Türkler vap tuğdırgan gol, Batsalımın kol algan gol, Alaştın kayser yerlere. Mümkün buğa gere yerler elge mora gel, Yerge mora gelere yerge getkin şişere. Yerler mümkün buğa gere yerler elge mora gel, Yerge mora gelere yerge getkin şişere. Сәлем Filmmaker, біз осы YouTube каналды дәл сен үшін аштық. Неге? Өйткені телефоныңның қыр-сырларын 100% қолдану үшін және телефоныңмен шедевр жасау үшін тегін ақпараттармен бөлісеміз деп шештік. Бізбен бірге боласың ба? Тогда кеттік. Телефонның артықшылықтарын айту үшін осы арнайы видеоны сізге ұсынып отырмыз. Телефонның қандай артықшылығы бар? Қазір мобильді телефонмен де біраз шедевр жасауға болады. Просто оны ашып, былай ақтару керек та, чё, почем, не бар, не жоқ деген сияқты. Бірінші артықшылығы ол вообще компактный да, қалтаңа салып кете бересің. Ал үлкен видеографтардың опытынан айтайын, телефон жақсы, жүрген жерінде шарт-шұрт шығарып алып түсіре бересің дейді. Неге? Камераға қарағанда телефон жақсы. Камера мынандай, оған арнайы мынандай сумкамен көтеріп жүру керексің, арқаңды ауыртып. Ішінде камера бар, бірақ біз телефонға түсіріп отырмыз. Неге? Ол компактный, более жеңіл, более удобно. Осы жерінен бірінші. Телефонның артықшылығын дәлелдейтін датабо бізде уже қазіргі кезде мобилография деген курстар шығып кетті. Білесіздер ғой, Қыран Талапбек. Телефонның артықшылығын түсінген и оны халыққа ұсынып жатыр. Базар жоқ, күшті, әдемі қызмет түрін ұсынып жатыр. Дәл қазір осы қолыңыздағы көріп отырған телефоныңызбен ақ талай нәрсе түсіріп, талай нәрсе бітіруге болатынын дәлелдегім келіп отыр. Алдағы уақытта осы каналда түрлі видео шығады. Телефонмен қалай істеу керек, неме монтаждау керек, не керек, видеоны түсіргенге қалай сезіну керек, фотоны түсіргенде қандай түрлері бар, осының бәрі шығатын болады. Ал пока осы видео сол деңгейге дайындық ретінде болады. Яғни осы видео мына қолыңыздағы телефонды жақсы көруге арналған. Прям қарап отырсыздар ғой телефондарыңызға. Түріне қараңыздаршы былай. Блин, болашақта мен сенімен түрлі нәрселер істеймін. Дайын бол, давай, родной. Деңіздерші, сол кезде бір-бірлеріңізге ашылып уже қиял болсы да солай істеңіздерші, просто жол ашылады. Дәл қазір сізде мынандай бір сұрақ пайда болуы мүмкін. Ол қандай? Неге мен осындай телефонмен монтаж жасап үйренуім керек? Неге басында ауыртып заморачиваться етуім керек деген? Жоқ, пожалуйста, мен сізге айтайын, үйрену керек. Қазіргі таңда осындай монтажер, осындай түсіретін, жалпы видеоға түсіретін адамдар нарыққа ауадай қажет. Ал телефонмен мен қалай ақша табам десеңіз, онда айтып өтемін. Сіз Instagram ашыңыз, онда сіз қызметтеріңізді жариялаңыз, жазыңыз, түсіріңіз, дамытыңыз. Уже арғарай сізге уже Instagram заказчиктер қараған кезде, типа ұсынған кезде, уже дальше больше кете береді. Ең бастысы бұл жерде фантазияңыз және креативіңіз дамыған болса, және телефоныңызды түсіріп жүргенде сүйсеңіз, жақсы көрсеңіз ісіңізді, бәрі де жақсы болады. Сеніңіз. Видеоны жақсы көрудің мысалдарын айтып өтейін. Біреудің жақсы бір воспоминаниясын түсіріп беріңіз, көріп қуанып қалсын. Біреудің бизнесін түсіріп дамытып беріңіз, видео контент арқылы қуанып қалсын. Біреуге қуаныш сыйлау да осы салаға тіреліп тұр. Сондықтан да Filmmaker алдағы уақытта бізбен бол. Дәл қазір подписаться деген кнопканы басып, бізбен бірге дамуға, бізбен бірге тегін үйренуге дайын бол. Давай, от души. To feel better.